Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, және де үстіне қантымызды салып миксерлеп аламыз. Араластырып жатқан кезде миксерді өшірместен сүтімізді құйып кішкене араластырамыз. Және де қопсытқышпен ұнды салып тағы да араластырамыз. Су мен сұйық майымызды құямыз да тағы да миксерлейміз. Және қосылған заттардың құрамы, толық құрамы описаниеде жазылып тұр, сол жақтан қарасаңыздар болады. Міне бізде осындай сұйық масса шығуы керек. Формамызға пергамент қағазын төсеп, салмамыздың жартысын құйып аламыз да 180 градусқа 10 минутқа пісіріп аламыз. Минуттан кейін алып, ортасына осы тосабымызды саламыз. Мен махеев джемін салдым. Осылай салып, қасығымызбен жан-жаққа кішкене жайып жібереміз де шпажкамен арасын тесіп аламыз. Және қалған салмамызды үстіне құйып 170 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз осылай дайын болады. Суығаннан кейін формадан шығарып, пергамент қағазын алып, бетіне осылай мен шанышқымен қасықты қойып, үстіне қант ұнтаған септім. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Міне бізде осындай пирог шықты. Рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен болған Ғазиза.